Саламатсыз ба ағай, жағдайыңыз қалай? Сізді бүгінгі келіп жеткен туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймын. Сізге тілерім тек мол бақыт, қажымас қайрат. Әрине, бұл кішігірім видео арқылы сізге бар тілегімді, ниетімді жеткізе алмаспын дегенмен де, басты барлық денсаулық дегенде ең бастысы сізге зор денсаулық тілеймін. Ауырмаңыз, сырқамаңыз. Отбасыңыздың шаңырағы да биік болсын деймін. Әркез ұл-қыздарыңыздың қызығын көріп, қуанышына кенелей беріңіз. Жүзіңізден күлкі кетпесін. Әркез тек оқушыларыңызбен мақтанып жүре беріңіз. Сізге тек жұмысыңызға мол табыс тілеймін. Асу белестерден көріне беріңіз деймін. Сізге тек ашық аспан, зор денсаулық, сол емес пе бастысы. Ауырмаңыз, аман есен тек биотехнология кабинетінде жүздесе берейік. Саламатсыз ба ағай, қалайсыз? Сізді бәрі жақсы деген айтамын. Бұл видеода мені көремін деп ойламаған шығарсыз. Қуаныш қарай, әлде өкініш қарай. Көріспегелі көп болды, я. Менде бәрі жақсы. Енді 2-ші жыл Назарбаев университетінде өзіңіздің оқушыларыңыз Альбина, Ақбөбек, Шолпан, Алтынай сияқты оқушыларыңызбен бірге бір оқу арнасында оқып жатырмын. Бәрі жақсы, шүкір. Бірақ бұл видеода мен өзім туралы емес, сіздің туғаныңызға орай шын жүректен арнаған тілегімді айтпақшымын. Ең алдымен көпшілік айтатындай, сол көпшілікке мен де қосыламын, денсаулық тілеймін. Денсаулық сізге, сіздің отбасыңызға, сіздің тумаластарыңызға, сіздің жұмыстастарыңызға, сіздің оқушыларыңызға, былайша айтқанда, өміріңізде өлшемсіз орын алатын жандарға тілеймін. Ешқашан ауырмаңыз, ешқашан сырқамаңыз, әрқашан өстіп, арамызда күлімдеп, жымиып, ойнап жүре беріңіз. Бірінші тілегім осы. Екінші тілегім бұл жетістік. Ағай, сіз қанша жасқа келгеніңізбен, қандай жетістіктерге жеткеніңізбен, мен сіздің алдыңызда әлі үлкен белестер тұрған, сол белестерді бағындыратыныңызға сенемін. Және осылайша атыңызды тарихта алтын әріптермен қалдырады деген үміттемін. Және үшінші, және соңғысы, бұл күлкі. Ешқашан мұңаймаңыз. Үстіп әрқашанда өзіңізді позитивно ұстап, күлімдеп, жымиып жүре беріңіз. Сіздің күлкіңіз сіздің оқушыларыңызға да былайша айтқанда мотивация береді, оқуға деген қызығушылығын арттырады. Сіздің көңіл күйіңізге байланысты сіздің көңіл күйіңіз олардың көңіл күйлеріне де әсер етеді, сондықтан әрқашан күлімдеп, ойнап жүре беріңіз. Солай. Осылайша менің тілегім аяқталды. Келесі кездескенше. Бекмұхамбет ағай, туған күніңіз құтты болсын. Жастан жасқа тола беріңіз. Денсаулығыңыз мықты болсын. Отбасыңызға береке, жұмысыңызға табыс тілеймін. Оқушыларыңызды биік шыңдардан көре беруге тілектеспін. Және де өзіңіздей оқытушым болғанына өте қуаныштымын. Саламатсыз ба ағай. Сізді бүгінгі туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймын. Сізге зор денсаулық, жұмысыңызға табыс тілеймін. Барлық арман тілектеріңіз, мақсаттарыңыз орындала берсін. Еңбегіңіздің жемісін көріп, шәкірттеріңіз сізді өз жетістіктерімен қуантып жүре берсін. Тек қана бақытты болыңыз. Саламатсыз ба Бекмұхамбет ағай, туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймын. Сізге ең бастысы зор денсаулық тілеймін. Өзіңіз, отбасыңыз, әрдайым денсаулықтарыңыз мықты болсын, ешқашанда ауырмаңыздар. Екіншіден, өзіңізге, балаларыңызға және жарыңызға үлкен бақыт тілеймін. Әрқашанда бақытты болып, жүздерінен күлкі кетпесін. Ал ағай, енді сіз маған биология пәнінен сабақ берген жоқсыз, бірақ сабақ бермегеніңізге қарамастан, мен Назерке және Кәмшаттармен
бірге сіздің кабинетіңізге келгенде сізбен таныса келе сіздің өте жақсы адам екеніңізді түсіндім. Сіз маған өте жақсы досқа айналдыңыз. Мен ойлайтын едім, достар тек қана өзіңмен жасты адамдар деп, бірақ сіз жасыңыз бізден үлкенірек болғанына қарамастан күшті досқа айналдыңыз. Жақын досымсыз менің де. Өте жақсы ақыл айтасыз, әрқашан қолдай аласыз, және күлкілі шуткаларыңыз маған өте ұнайды. Туған күніңізбен тағы да ағай. Ағай, сәлеметсіз бе? Туған күніңіз құтты болсын. Сізге өмірдегі барлық жақсылықты тілеймін. Үмітіңіз ақтайтын оқушыларыңыз көп болып, жұмысыңыздың жемісін көре беріңіз. Сізге мол бақыт, талмас қанат, қажымас қайрат тілеймін. Сізге мектеп кезінде берген білімдеріңіз үшін үлкен алғыс айтамын. Құрметті Бекмахамбет ағай, сізді туған күніңізбен құттықтаймын. Сіздің жаңа жасыңыз сізге жаңа бақыт, жаңа жеңістер, жаңа жеңістер алып келсін. Әрине бірнеше тілерім ол денсаулығыңыз мықты болсын. Әлі де көптеген оқушыларды оқытып, үлкен жетістіктерге жетуіне себепкер болуыңызға тілектеспін. Екіншіден сізге тілерім ол қажымас қайсар, батылдық, себебі сіздей мұғалімге, сіздей жанға ол өте керек қасиет. Үшіншіден әрине үлкен жеңіс тілеймін. Бұл жеңіс әрине сіздің балаларыңыздың қызығын көріп, балаларыңыздың жеңісін көруді жасын, әрі оқушыларыңыздың да жемісті мол болсын. Тағы не айтуға болады? Сіз жалпы өмірімде маған сабақ берген ең керемет ұстаздардың бірі сізсіз. Әрі бүгінгі таңда бізге маған сабақ бермесеңіз де, сізбен бір жерде жүріп, бір мектепте сіз жұмыс жасап жатқан мектепте оқып, сізбен тіпті амандасудың өзі маған үлкен мәртебе, әрі бұл үлкен айтқанда сізбен тіпті амандасудың өзі маған үлкен көңіл күй сыйлайды. Өте қуаныштымын сіз сияқты адамды танысқаныма, сіз сияқты мұғалімде оқығаныма, мұғалімнің оқушысы болғаныма өте қуаныштымын. Сіз өте керемет жансыз, өте позитивті жансыз. Сол қасиетіңізден ешқашан да айырылмаңыз, осындай қалпыңызды таймаңыз. Тек қана алға. Үлкен құрметпен мен, Альбина, сіздің оқушыңыз. Сәлеметсіз бе, құрметті Бекмахамбет Жұмаев. Мен сізді туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймын. Өміріңіз баянды, ұзақ әрі бақытқа толы болсын. Шәкірттеріңіз бен балаларыңыздың қуанышына, жетістіктеріне шаттанып жүре беріңіз. Сәлеметсіз бе, ағай. Сізді бүгінгі келіп жеткен төл мерекеңіз туған күніңізбен құттықтаймын. Сізге бақыт, байлық және де отбасыңыздың амандығы мен жұмысыңызда табыс тілеймін. Құрметті Бекмахамбет ағай, мен сізді бүгінгі келіп жеткен 18 жасыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Сізге өмірдегі барлық жақсылықты тілеймін. Ең бастысы денсаулығыңыз мықты болсын, отбасыңыз, жақындарыңыз аман болсын. Сізге ашық аспан, зор денсаулық, мол бақыт, қажымас қайрат және талмас талап тілеймін. Жұмысыңыз жемісті әрі табысты болсын. Ешқашан. Құрметті Бекмахамбет ағай, бүгінгі туған күніңіз құтты болсын. Жастан жасқа тола беріңіз, ауырмаңыз. Біз секілді оқушыларыңызды біліммен сусындатып, тек жеңіске қарай жетелей беріңіз. Өзіңіздің де алдағы таңда биік жетістіктеріңіз көп болсын. Біз сізбен мақтанамыз.